Әр жыл өз жаңашылығымен, өз жетістігімен еске қалатыны белгілі. Осы тұрғыда Сергей Филатовтың жетекшілігіндегі Теміртау қаласындағы Әлия Молдағұлова атындағы балалар спорттық мектебінің оқушыларын ерекше атап өтуге болады. Бұл күнде аталмыш мектепте 139 тәрбиеленуші болса, олардың 9-ы Қазақстан Республикасының спорт шебері, 63 спорт шеберлігіне кандидаттық межені орындаған бірінші дәрежелі 26 және 38 адам екінші, үшінші дәрежелі спортшылар болып саналады. Олардың 85-і Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасына шақыртылған. Аталмыш оқу орны 2018 жылдың өзінде Қазақстан Республикасының 8 спорт шеберін дайындап шығарды. 4 спортшы негізгі құрамда сынға түссе, 26-сы жастар құрамасына, 55-і жасөспірімдер құрамасында бақ сынайды. Сондай-ақ 12 спортшы 2018 жылы мектепті бітірді. 2018 жылы мектеп интернатының оқушылары Аргентинада өткен жасөспірімдер олимпиадасына қатысуға іріктеу үшін үлкен дайындық өтті. Теміртаудағы филиалдан 6 үміткер бар. Олар Кирилл Шацков, Айым Жұмағалиева, Сергей Сухов пен Иван Вовченко, Ангелина Яковлева және Антон Пимашин. Жылдың басынан бері оқушылардың жеткен жетістіктері де аз емес. Әртүрлі деңгейдегі 216 жарысқа қатысып, олардан 266 алтын, 250 күміс және 227 қола жүлде еншілеген. Кирилл Шацков Аргентинада өткен жасөспірімдер олимпиадасы ойындарында 28-ші орыннан көрінді. Биатлоннан өткен Азия чемпионатында Владислав Киреев 2 алтын жүлдені иеленді. Ливан астанасы Бейрутта өткен жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында Айым Жұмағалиева 7-ші орынды місе тұтты. Байдарка және каноэмен ескек кесуден Өзбекстанда өткен Азия чемпионатында Кирилл Левченко қола жүлдені қанжығалап қайтты. Жасөспірімдер арасында Түркияда өткен Еуропа кубогы үшін өткен бәсекеде дзюдодан Айым Жұмағалиева қола жүлдемен оралды. Да, согласно положению школы-интернат Біздің мектеп-интернатымызда Қазақстанның болашақ спорт чемпиондары тәрбиеленуде. Осы жылы мектебіміздің 8 тәрбиеленушісі беделді жарыстардан көріне алды. Бүгін біздің білім ордамыз жаңа оқушыларды қабылдап жатыр. Бүгін біздің мектебімізде үлкен мереке. Сонымен 2018 жылдың үздік түлектері ретінде мына спортшылар танылды. Қазақстан Республикасының спорт шебері Кирилл Шацков жүзуден Аргентинада өткен жасөспірімдер олимпиадасына қатысушы, жастар ойындарының қола жүлдегері. Ол Белоруссияда өткен олимпиада ойындарына бару үшін берілетін лицензияның иегері, Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін чемпионы және кубогының иегері. Владислав Киреев биатлоннан Қазақстан Республикасының спорт шебері, жастар арасындағы еркі дүркін Азия чемпионы, жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының қатысушысы, Қазақстан Республикасының қысқы спартакиадасының қола жүлде иегері, ел чемпионаты мен кубогының бірнеше дүркін чемпионы және жүлдегері. Анастасия Журова академиялық ескек кесуден Қазақстан Республикасының спорт шебері, Азия чемпионатының қатысушысы, Қазақстан Республикасының жастар ойындарының халықаралық турнирлердің жеңімпазы, ел чемпионаты мен кубогының бірнеше дүркін чемпионы және жүлдегері. Антон Пимашин байдарка және каноэмен ескек кесуден Қазақстан Республикасының спорт шебері, Словенияда өткен халықаралық жарыстың қола жүлде иегері, Қазақстан Республикасының жастар ойындарының қатысушысы, ел чемпионатының жүлдегері. Сергей Сухов жеңіл атлетикадан Қазақстан Республикасының спорт шебері, Азия және әлем чемпионаттарының қатысушысы, орталық Азия спортшылары жиналған халықаралық жарыстың қола жүлде иегері, ел чемпионатының бірнеше дүркін жеңімпазы. Любовь Ковальчук ауыр атлетикадан Қазақстан Республикасының спорт шебері, Қазақстан Республикасының жастар ойындарының қола жүлдегері, ел чемпионатының бірнеше дүркін чемпионы және жүлдегері. Синхронды жүзуден спортшыларымыз жақсы нәтиже көрсетті. Апалы сіңлілі Александра мен Екатерина Немичтер Азия ойындарында қола медаль иеленді. Ал күміс жүлдені командалық есепте дзюдошыларымыз Ислам Бозбаев пен Санжар Жабборов әкелді. Сондай-ақ Азия ойындарында жүлделі орындардан көрінген Виктор Степанов, Владимир Петров, Борис Сальков және Дария Разумовичтарды атап өтуге болады. Ал осы спортшыларды дайындаған жаттықтырушылар Евгения Егоров пен Владимир Петровқа айтар алғысымыз шексіз. Сонымен қатар Қарағанды облысының биатлон бойынша аға жаттықтырушысы Раис Хайруддиновты атап өткім келеді. Қазіргі таңда Теміртау биатлон мектебінің оқушылары Людмила Ахатова мен Владислав Киреев беделді халықаралық жарыстарда өнер көрсетіп жүр. Биатлоннан жаттықтырушы Виктор Соловьевтің шәкірті Данил Анюшкин
Сахалинде өтетін Азия балалары атты халықаралық турнирде өнер көрсететін болады. Сондай-ақ шәкірттері жүлделі орындармен оралып жүрген жаттықтырушылар Владимир Котов, Николай Цверкунов, Сергей Фаренбург сияқты жаттықтырушылардың да Теміртаудағы спорт саласына сіңіріп жүрген еңбектері зор. Олардың шәкірттері Кирилл Шацков Аргентинада өткен Олимпиада ойындарында жақсы нәтиже көрсетті. КСРО-ның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Валерий Елисеев бастаған балалар волейболы бойынша бапкерлер штабының еңбегінде атап өту қажет. Оқушылар қаражаттың жоқтығына қарамастан үнемі жарыстардан жүлдемен оралып жүр. Мысалға айтатын болсам, олар жазғы және күзгі Қазақстан чемпионаттарының күміс жүлдегерлері болды. Біздің атап өткендеріміз Теміртаудағы спортшылардың жеткен жетістіктерінің тек бір бөлігі ғана. Жаңа 2019 жылы оларға сәтті жыл болсын. Токиода өтетін Олимпиада ойындарынан жүлделі оралсын дегіміз келеді.